Соңғы күндері Димаш Құдайбергеннің аты екі түрлі тақырыпта халық назарында болды. Біріншісі оның жеке өміріне қатысты тараған қауесеттер. Әлеуметтік желілерде Димаш пен Баян Алагөзованың қызы Айару туралы негізсіз әңгімелер тарап, ел арасында талқыланып кетті. Осыған байланысты Димаштың әкесі Қанат Айтбаев арнайы үн қатып, ол ақпараттардың шындыққа жанаспайтынын қатаң ескертті. Ол қоғамда ар, ұят, обал деген ұғымдардың қадірі кетіп бара жатқанын айтып, жалған жаңалық таратып жүрген блогерлерге сын айтты. Қай тақырыпта да асығыс сенбеу керек, көп жағдайда ондай сөздің артында шындық болмайды деді ол. Екінші жағынан, Димаштың шығармашылық өмірінде үлкен қуанышты жаңалық бар. Қыркүйек айында Қазақстанда оның атқарушы продюсерлігінде жаңа халықаралық музыкалық жобаның түсірілімі басталды. Бұл Қытай мен Қазақстанның бірлескен шоуы. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген талантты вокалистер еліміздің әсем қалаларын Түркістанды, Алматыны, Ақтауды, Астананы аралап өнер көрсетпек. Жоба тек жаңа дауыстарды ғана емес, Қазақстанның табиғаты мен мәдениетінде әлемге паш етеді. Димаш бұл туралы 10 жыл бұрын менің халықаралық сахнаға жолым Сингер шоуынан басталды. Енді міне, халықаралық жобаның авторы әрі продюсер ретінде оралып отырмын. Бұл музыка тарихында жаңа тарау ашатын дүние деп бөлісті. Яғни, бір жағынан жалған қауесеттердің көлеңкесі болса, екінші жағынан бүкіл әлемді Қазақстанға қаратып, өнер арқылы біріктіруге бағытталған үлкен мәдени жоба. Димаштың жолы әрқашан сын мен сыншылармен қатар жүргенімен, оның ең басты күші өнерге деген адалдығы мен халқына деген құрметі.